Бақыт деген немене? Өмірде ақылды болсаң, бақытты болуың оңай. Бақытты болғым келмейді дейтін ешкім жоқ шығар сірә. Қайта барша жан бақытты болсам ғой деп армандайды. Бар адамның тыныс тіршілігі, талпынысы, ойлауы, шаршауы осы бір ауыз сөзге жету үшін емес пе? Бақыт. Иә. Кейде жақын адамдарға жеткізер тілегіміз де осынау сөзге келіп тіреледі. Бақыт. Айтыңызшы, мұны сіз қалай түсінесіз? Мәселен, біреу үшін ол байлық. Лотереядан машина ұтып алу, немесе зәулім әдемі үй салу. Болмаса, іскерлікпен мол ақша табу. Бәлкім біреу үшін ол адал дос. Ешқандай шүбәсіз көңіл түпкіріндегі айнымас жан. Енді біреулер оны сүйгеніңмен қосылу, отбасын өрбіту, бала шаға сүю деп біледі. Енді біреулер жер жаһанды аралау, елді, жерді көру деп біледі. Иә, әркім әр қалай бағалайды. Атамыз қазақ, ер бақты жүйрік ат, жақсы жар, тіл алғыш бала, таудай әке, аққан бұлақтай ана деп білген. Әйтеуір, бақытқа апаратын жол жарқырап тұрған жоқ. Ол адамның сана сезімінде, ақыл ойында, жүрегінде жатыр. Меніңше ол бірақ нәрсеге байланысты емес. Оның астары да, аясы да кең. Мен өзім бақыт дегенді 7 жағдайда түсінемін. Біріншісі, жарық дүниеде өмір сүріп, адам екеніңді сезіну. Екіншісі, қабілетіңді, бойындағы дарынды, азаматтығыңды дәлелдеу. Үшіншісі, адамдарға қуаныш сыйлай білу. Төртіншісі, сені іздейтін, сағынатын адамыңның бар екенін ұғыну. Ал бесіншісі болса, адамдардың сеніміне ие болу. Алтыншысы, борыш пен парызға адал болу. Жетіншісі, артында өшпейтін ізгілікті із қалдыра білу. Ал мұның бәріне жету үшін ең алдымен ақыл парасатың мен денсаулығың болмаса, бәрі далбаса. Адам екі нәрсеге шүкіршілік ету керек екен. Ақыл есің бүтіндігіне, денінің сау екендігіне.